Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله бүгін сіздер менен наху ғылымның дәрісін жалғастыратын боламыз. Енді келесі өтетін тақырыбымыз ол осы исімнің, фиилдің және харфтың белгілері. Бір-бірінен қалай ажыратамыз? Исімді фиилдан немесе харфтан қалай ажыратуға болады? Ғалымдар бұларды ажырату үшін әрқайсысына қатысты жеке-жеке белгілерін атап өткен. Иншалла, Құдай қаласа, енді біз осы исімнің белгілеріне тоқталамыз. Фалисму ю'рафу бил хафди ва танвини ва духули алифи ва лами وحروف الخفض وهي من إلى عن على وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Мынау мен қазір сіздерге оқып берген ол мәтін ажрумия. Ажрумияда Ибн Ажурумның айтқан сөзі. Енді осыған иншалла біз қысқаша талдау жасап қазақ тіліне аударамыз. Ибн Ажурумның айтуында исімнің белгілері бірінші хафт, екінші танвин, үшінші духул алиф ва лам, төртінші хуруфул хафт. Төрт түрлі осылай белгілерін аламаттарын айтқан. Бірінші хафт. Енді осының әрқайсысына иншалла жеке тоқталатын болса, хафт деген не? Хафт. Егер естеріңізде болса, біз бірінші дәрісте айтқан едік. Араб тілінде осы анықтамасында наху ғылымы сөздердің соңғы харакаттарын зерттейтін ғылым. Сөйлем құрылысында тұрған сөздердің ең соңғы харакаттарын осы наху ғылымы зерттейді. Осы соңғы харакаттарын фатха, дамма, касра немесе соның орнына қолданылатын басқа да белгілер өзгеруіне байланысты арабтың сөйлемінің мағынасы өзгеріп жатыр, сөйлемнің мағынасы анықталады. Қазақ тіліндегі қосымшалар, жұрнақ пен жалғаулар сияқты. Енді егерде кез келген бір сөзді қарайтын болсақ, хаф деген сөз бұл жерде жар. Әл-жар. Екеуі синонимдес. Хаф дегенді көбінесе Куфа медресесінің ғалымдары қолданса, жар дегенді Басра медресесінің ғалымдары қолданады. Ол деген сөз, яғни сөз касрамен келеді. Мысалы ретінде Фи әл бәйти. Бәйти. Енді біздің хафт деп отқан нәрсеміз мінекей мынау. Түсінікті ме? Жар. Кез келген бір сөзді көрсеңіз, ол сөз касрамен келіп тұратын болса, немесе хафт халінде келіп тұратын болса, яғни ол сөз фиил емес, харф емес. Ол исім. Бұл бірінші белгісі. Түсінікті ғой? Екінші танвин. Танвин деген не ол? Тасуид, айту, әртіс шығару. Ол
Tanvin. Мысалға aqidatun. Aqidatun. Міне, tanvin деген міне мынау. Tanvin damma білесіздер, tanvin fatha және tanvin kasra. Aqidatun болмаса, мысалға таухидун деген сөздер сәтіне. Осы жерде таухидин болуы мүмкін және таухидан болуы мүмкін. Мысалы ақидатан сол сияқты ақидатин болуы мүмкін, е? Түсінікті ғой? Кез келген бір сөз танвинмен аяқталатын болса, яғни ол сөз не екен? Исім екен. Түсінді ме? Ары қарата. Духули алифи ва лам. Мінеки мынау. Духули алифи ва лам деген сөздің алдына ал артиклінің кіруі. Мысалыға ал фиқ. Осы жердегі мынау ал тек қана исім сөздің алдында қолданылады. Етістіктің алдында ал келмейді. Мысалыға сіздің алдыңызда мынандай бір сөз кездессе, мынаны екі түрлі оқуға болады харакатсыз. Дараса деп оқуға болады харакат жағдайда, және қандай? Дар сун деп оқуға болады. Дұрыс қой? Енді мынаның алдына біз ал қоятын болсақ, ад-дараса. Олай болмайды. Яғни мына сөйлем бізде сөз қате. Мынаның алдына алды қоятын болсақ, онда ад-дар, мынау дамбаға айналады, ад-дар су болады. Мынау дұрыс. Яғни ал артиклі тек қана нең алдына кіреді екен? Исімнің алдына ғана кіреді екен. Түсінікті ғой? Кез келген сөзді көретін болсаңыздар, және ол сөздің алдында ал артиклі кіретін болса, немесе ал артиклін қабылдауға жағдай, болмаса қабылдауға қалай деп айтсақ болады екен? Қабылдай алатын болса, онда ол сөз исім болады екен. Келесі белгісі ол хуруфул хафт. Хуруфул хафт деген сөз бізге танымал термин ретінде ол хуруфул жар. Араб тілінде харфтардың түрлері көп. Иншалла болашақта тоқталатын боламыз. Сол харфтардың ең көп қолданылатындардың бірі осы хуруфул жар немесе хуруфул хафт. Олар қайсылар? Олар мінеки. Мин, иля, ан, ала, фи, рубба, ал, ба, ал, каф, ал, лам. Түсінікті ғой, қазір бір-екі мысал келтіреміз. Неки? Мин, иля, ан, ала, фи, рубба, ба, каф, лам. Енді Ибн Ажурум хуруфул хафтың қасына хуруфул қасамды да кіргізеді. Хуруфул қасам деген сөз мынау ант беру, қасам ішу кезінде қолданылатын харфтар, көмекші сөздер араб тіліндегі. Валлахи, биллахи, таллахи деп айтылатын. Бұлар вау, ба және та.
Ne için İbn Acurum bunu huruful haf bilan birga qo'shib kirgizdi? Өйткені екеуінің функциясы сөйлемдегі ұқсас. Екеуі де өзінен кейінгі келген исімді хав жағдайына түсіреді. Мысал қазір келтіреміз. Мысалға Хажара ар-расулу sallallahu aleyhi ve sellem ila al-Medine. İla al-Medineti. Endi ila degan harf jar var qo'y. Biz aytib o'tgan. Бағыт bildirетін. Осы тек қана ism сөзінің алдында келеді. Мәдина деген сөз бізде қаланың аты. İsim. Harf-ı jardan кейін келген сөздің барлықтары isim болады. Мысалға, бұлай деп біз айта алмаймыз. Захаба Ахмаду иля дараса. Бұлай біз айта алмаймыз. Мына сөйлем бізде қате. Неге? Өйткені ила деген харф-ы жар етістіктің алдында келмейді. Түсінікті ғой? Яғни кезген ол harf-ı jar ila болсын, min болсын, ala болсын, бұлардың барлықтарына өзінен кейін тек қана исімнің тұруын талап етеді. Түсінікті ме? Енді хуруфул қасамға бір мысал келтірейік. Wallahi la ahfazu al-Qur'an. Allah ben antişim, men Kur'an'da jattab alamın deydi. O şerdeki vav bizi huruful qasam, harful qasam bu есептелінеді. Odan keyingi kelgen söz isim söz. Болатын міндетті түрде етістік одан кейін келмейді. Және бұның несі өзінен кейінгі келген сөздің соңғы харакатын касраға айналдырады. Түсінікті ғой? Wallahi billahi tallahi. Бұл үшін қолданысына байланысты қай уақытта қолданылады деген айырмашылықтар бар. Иншалла кейін наху пәнін кеңірек өтіп жатқан кезде тоқталатын боламыз. Енді осы жерге дейін сұрақ болмаса, аламатыл фиалға өтеміз. Аламат фиал. Келесі тақырып біз фиалдың белгілерін аламыз. Жаңа исім белгілерін алып өткенбіз. Естеріңізде болса, ол не дедік? Хав дедік. Яғни касрамен келеді. Екінші не дедік? Ал артиклі келеді дедік. Үшінші танюнмен келеді дедік. Төртінші хуруфул хафт кіреді дедік. Оның алдында харф-ы жар қолданылады дедік. Енді бүгінгі қазіргі тақырыбымыз аламат фиал. Фиалдың белгілері. Бірінші والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء التانيث الساكنة. Yani fiilde biz kalay biliriz. Yu'rafu bi qad birinchi, ikkinchi sin, savfa yeku qatar juredi, na yeku birga, uchinchi ta'u tanis sakina. Tushundingmi? Yani fiilдің üç türlü belgisin olmasa alamatın bizge İbn Acurum aytib otur. Birinchi qad. Qad degen söz, harf, naqtira aytsak, Arap tilinde tek qana yetістіктің алдында қолданылады. Qad darasa Zeydun ad-darsa. Zeyd
Zeyd dars сабақты оқып қойды. Осы сөйлемдегі қат тек қана одан кейін келген сөзде дараса оқыды деген етістік қолданып тұр. Түсінді ме? Біз қат дар сун деп айта алмаймыз. Өйткені қат деген тек қана айтып өткенімізде етістіктің алдында қолданады, одан кейін есім сөз келмейді. Мысалыға сіздер мынандай сөйлемді көретін болсаңыздар, харакаты жоқ. Онда мына тұрған сөз бізде есім болуы мүмкін емес. Сондықтан қат дәрсүн деп айтпаймыз. Қат дәраса деп айтамыз. Түсінікті ғой? Келесі син және сауфа. Син мен сауфаның бұл да араб тілінде болашақты білдіреді. Етістіктің болашақта қолданылатынын білдіреді. Син деген бұл жақын болашаққа, сауфа деген сәл алыстау болашаққа қолданылады. Мысалға, са ахфазу ад-дарса. Са ахфазу дарса. Мына жердегі син өзінен кейінгі етістіктің алдында қолданып тұр. Яғни синнен кейінгі келген сөздің біз етістік екенін осыдан аңғарамыз, білеміз. Түсінікті ме? Сауфа дегенде тура осылай. Сауфа ахфазу ад-дарса. Мен сабақты жаттаймын, бірақ дәл жақын арада емес, болашақта сәл ұзақ уақыттан кейін, біраз уақыттан кейін жаттаймын деген сөз. Міне, сауфа деген сөз өзінен кейінгі келген сөздің етістік екендігіне дәлел, соның белгісі. Түсінікті ғой? Син да, сауфа да болашақты білдіреді. Син деген жақын болашаққа қолданылады, сауфа деген алыс болашаққа қолданылады. Ең соңғы белгісі та-тани сакина. Ол өткен шақ етістігінде қолданылады. Бұл та мысалыға дара сәт. Дара сәт. Неке? Дара сәт Фатима фи мадраса. Енді дарасат Фатима медреседе оқыды. Осы жердегі дарасат дегендегі мынау та сакина, сүкінді та. Осы өзіне жалғанған сөздің етістік екендігінің белгісі, фиғл екендігінің белгісі. Түсінді ғой? Яғни мына тұрған сөз бізде исім болмайды. Қараат, дарасат, хафизат, канасат барлықтары осындай мағынада қолданылады. Түсінді ғой? Бұның бәрі ол та сакина, енді сүкінді таның тек қана етістікке жалғанады. Бұл түсінікті болса, келесі дәрісімізге көшеміз. Ол ал-харф. Уал-харфу ма ла яслуху маху далилу исми ва ла далилу фи'ли. Харфтың белгілері өте оңай. Ол исімнің де белгілерін қабылдамайтын, фи'лдің де белгілерін қабылдамайтын сөздер. Онымен бірге исімде белгілер қатар келмейді, фи'лдің де белгілер қатар келмейді. Мысал ретінде келтірейін. Мысалға бізде харф бар, мин деген. Немесе иля деген. Біз бірінші рет мысалға келтірген. Осы иляның алдында ал, иля деп біз айта алмаймыз. Ал исімнің белгісі. Түсінді ғой? Сол сияқты мин деп та белгісі, етістің белгісі онда та.
Сонда қолдана алмаймыз. Сонда бізде мынау да қате сөз, мынау да қате сөз болады. Түсінікті ғой? Сол сияқты мысалға са мин деп те айта алмайсыздар. Са мин. Яғни мына жердегі мин харф болып қолданып тұрған. Оның алдына са келмейді екен. Ұқтыңыздар ма? Түсінікті ме? Осыдан иншалла бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Дәрісімізді қорытындылай келе исімнің белгілері бар екен, харфтың белгілері бар екен, және фиалдың белгілері бар екен. Әрқайсы белгілеріне иншалла тоқталып өттік. Түсінікті болды деп ойлаймыз. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.